Алматыда көрнекті тарихшы академик Манаш Қозыбаевтың соңғы жылдары жинақталған рухани мұрасы таныстырылды. Айтулы еңбек уақытпен сырласу деп аталады. Кітапты ғалымның 1961 жылдан 2001 жылға дейін әр сала өкілдеріне тіпті ел басшыларына жазған хаттары басылған. Алматыдағы президент архивінде өткен тұсаукесерге тілшіміз де қатысып қайтты. Манаш Қозыбаев 1931 жылы Қостанай өңірінде туған қазақтың көрнекті тарихшысы. Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Кезінде тарих және этнология институтын басқарған, жоғары кеңесте депутат та болған. Зиялы қауым өкілдері академиктің қайраткерлігімен қатар ғылым жолындағы жемісті еңбектерін жарыса сөз етті. Халықтың түбірлі мүддесі үшін жүрек қанын сарп етіп, тәуелсіз Қазақстан Республикасын қалыптастыру, халықты құлдық санадан арылту, ұлттық теңдік сананы жаңғырту жолында орасан зор ағартушылық қызмет атқарғаны хаттарынан анық байқалады. 91 жыл тәуелсіздік алған жылдан бастап бізде ең маңызды мәселелердің бірі Қазақстан тарихы, және тұрғыдан жазылған Қазақстан тарихын жазу мәселесі туындады. Сол кезде Манаш Қозыбаев тарих институтының директор болған кезде осы мәселені қолға алып, Қазақстанның тарихшыларын біріктіріп, басын қосып, осындай Қазақстан тарихы қысқаша түрде кітабын жазу керек деген мәселесін көтеріп жасады. Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін деп аталатын кітап қазақша әрі орысша екі тілде жарық көрген болатын. Бұл кітап әрине біз үшін өте құнды еңбек болып есептеледі. Уақытпен сырласу атты хаттар жинағын оның перзенті, белгілі тарихшы Ілияс Манашұлы әзірлепті. Айтуынша, мұнда осыған дейін еш жерде жарияланбаған тарихи құнды мәліметтер бар. Бір 10 шақты хат бұрын жарияланған, көбісі жарияланбаған хаттар. Тағы бір оның ерекшелігі, біз жеке хаттармен қатар бірнеше адамның атымен жазылған хаттар. Олардың көбісі баспасөз бетінде жарияланған, немесе билікке жолданған. Олар ұлт мәселесі, халықаралық қатынастар жөнінде, Түркістан қаласы жөнінде, Астанаға көшу мәселесі, сол кездегі ең маңызды мәселелерге арналған. Шара барысында зиялы қауым өкілдері ғылыми айналымға түскен айтулы еңбектің мазмұны мен маңызы туралы кеңінен пікір алмасты. Құрманжан Қасымжаұлы, Дәурен Қажыбаев, Қонаев медиа.